Адам папиллома вирусы теріні және шырышты қабатта зақымдайтын вирус түрі. Ол онкологиялық ауруларды тудырады. Оның ішінде жатыр мойны обырының пайда болуына әкеп соғады. Елімізде әйелдер арасында жиі кездесетін қатерлі ісік түрі бойынша жатыр мойны обыры екінші орында тұр. Жыл сайын жатыр мойны обырының 1900-ден астам әйелдер арасында жаңа жағдай тіркеліп, 600-ден аса науқас көз жұмады. Жатыр мойны обыры екпе салу арқылы алдын алуға болатын қатерлі ісіктің жалғыз түрі. Адам папилломасы вирусына қарсы екпе әлемнің 135 елінде қолданылады. Осы күнге дейін 270 миллион доза вакцина салынды. Бірде-бір кері әсері байқалған жоқ. 2024 жылы 11 жастан асқан қыздарға адам папилломасы вирусына қарсы вакцина салу басталады. Вакцинация мектептердегі егу кабинеттерінде жүргізіледі. Жатыр мойны обырын бірге тоқтатайық.